Сәлем достар. Мен сіздерге бүгін тіл ауыстыруды үйретемін. Ол үшін мынау настройка дегенге кіресіздер. Одан кейін жалпы басқаруға кіресіздер. Жалпы басқаруға кіресіздер. Тіл және енгізуге кіресіздер. Тілге кіресіздер. Одан кейін русский басасыздар. Одан кейін сол русский басқаннан өстіп обновить етеді. Осылай обновить етіп бітеді. Одан кейін тілдеріңіз сообщение, настройка, контакты, калькулятор деп, радио, мой файл деп ауысатын болады. Достар, менің видеом осылай. Міне. Және осылайынан және мен сіздерге машинелердің түрін көрсететін болам. Міне мынандай машиналар бар. Қазір бұл күштілерін. Алардан камаздар шығып кетіп жатыр. Міне осындай жынды машиналар. Мандалар. Және де басқалары да бар. Қазір фиолетовый көрейік мұны. Мынаны көрейік. Міне қап-қара күшті машиналар. Не осындайлар. Осында күшті машиналар. Не Bugatti. Мынау да Bugatti. Мынау Lexus. Мынау не андай. Ұмытып қалдым бір машина етер ұмытып қалдым. Фадан басталады. Мынау не андай. Неді? Мынау не андай. Ұмытып қалдым. Ауди ме еді? Сондай. BMW ғой мынау. Мынау. Не понял. Мам, блин. Осымен сурет кетеді. Қазір бөлігін көреміз. Міне
Не BMW. BMW. Neler bilmeyeyim. Бағана аттың сурет тұрғаны ол Феррали. Міне мынау ғой Феррали. Күшті машина. Ал ендеше сау болыңыздар достар.